Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода бүйректі қалай емдеген жөн және қандай пайдалы тағамдарды қолданамыз және тыйым салынған тағамдар қандай. Осы сұрақтар төңірегінде пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Сондықтан видеоны соңына дейін қарауды ұсынамын. Бүйректі қалай емдеген жөн? Бүйрек ауруларының барлық түрлерінде нендей әрекеттер жасау керек? Бұл сұрақтың жауабын көп адам білгісі келетіні анық. Олай болса құлақ түріңіз. Бүйректің басты қызметі бұл біздің ағзамыздағы сұйықтықты дұрыс шығару және айналдыру. Ал ағзадағы сұйықтықтарға сілекей, зәр, жұлын сұйықтығы, қан плазмасы, тер және ұрық сұйықтығы жатады. Бүйректің дұрыс жұмыс істеуі адамның ұзақ өмір сүруінің кепілі. Бізге көп адам бүйрегі ауыратынын айтып шағымданып жатады. Дегенмен олар біздің сүзгілеріміздің бұрынғыдай ақаусыз жұмыс істеу үшін қалай күтіну керектігін білмейді. Ал мен қазір сіздерге айтатын кеңестер бүйрек ауруларын кез келген түрінде қандай әрекеттер жасау қажеттігі жөнінде сізге жәрдемін тигізері сөзсіз. Бірінші, бүйректі қалай емдейді? Жайсыз көңіл-күйден аулақ болыңыз. Адамның бүйрегі жайсыз көңіл-күйге тым сезімтал келеді. Мысалы, қорқыныш бүйректің қызметін бұзатын бірден-бір себеп. Қатты қорыққан адамның бүйрегі бірден төмен түсіп, зәрдің еріксіз шығуына себеп болады. Екінші, көзге салмақ салмаңыз. Бүгінде көптеген адамның жұмысы компьютермен тығыз байланысты. Ертеден кешке дейін компьютер мониторына телміріп отыру көзге аса ауыр салмақ түсіреді. Ол ағзадағы жағымды энергияны жоятындықтан бұл да бүйрекке кері әсер етеді. Үшіншіден, бір жерде отырып жұмыс істеу. Офис қызметкерлерінің барлығы дерлік бір орында отырып жұмыс істейді. Бұл қан айналымы бұзылуына, зәр жолдарының жұмысының тежелуіне соқтырады. Осы жай бүйрекпен бірге ағзаның барлық мүшелерінің жұмысын бұзылуына әкеп соқтырады. Төртінші, ақуыз бен тұз. Жасырын емес, біз дұрыс тамақтануға оншалықты көңіл бөле бермейміз. Тұзды, ащы, қуырылған және қышқыл тағамдардың зиян екенін білсек те, олардан бас тарта алмаймыз. Ал бүйректің басты жауы тұзы өткір және құрамында ақуызы көп тамақ. Сондықтан дастархан мәзірінен тұзды және еттен пісірілген тамақтарды алып тастаңыз, немесе тез арада тұтыну мөлшерін азайтыңыз. Бесіншіден, бүйрегіңізді жылы ұстаңыз. Бүйрек жылуды өте жақсы көреді. Сондықтан моншаға жиі барып, ыстық ванна қабылдауды әдетке айналдырыңыз. Қыстың күндері аяғыңыз құрғақ әрі жылы болуын қамтамасыз етіңіз. Егер ыстық буға түсуге жарамасаңыз, оны жиірек жасаған жөн. Алтыншы, таза ауада серуендеу. Дұрыс демалыңыз. Егер бүйректеріңіз қарапайым оттегін дұрыс қабылдамаса, оны қалай емдейсіз? Ол үшін жаяу серуендеудің пайдасы зор. Сондай-ақ бұл ағзаңызға тәп-тәуір физикалық салмақ түсіреді. Оның салдарынан артық салмақты тастап, ағзаға қажетті оттегін қабылдайсыз. Жетінші кеңес, дәрілік шөптен демделген шай ішіңіз. Біздің күнделікті қабылдап жүрген ауамыз да, асымыз да түрлі химикаттармен ластанғанын білеміз. Сондықтан ағзамыздың сүзгісі саналатын бүйректі мезгіл-мезгілімен құм, тас, тұз сияқты қажетсіз қалдықтардан шайып, тазалап отыруымыз керек. Бүйрекке арналған түрлі дәрілік шөптерді дәріханалардан оңай тауып аласыз, әрі олардан ағзаға зияны жоқ. Сегізінші, таблетка ішуді азайтыңыз. Дәрілік препараттардың синтетикалық түрі жиі жүгіну бұл бүйрекке күш түсіреді. Түрлі химикаттардан жасалатын дәрі таблеткалар бүйректі отырғызып, онда қақ байлап тас пайда болуына себеп болады. Сондықтан дәрі-дәрмектің шөптен жасалған түріне басымдық бергеніңіз жөн. Күнделікті ішіп жүрген ас-ауқатымыздың бүйрек жұмысына қаншалықты әсер ететінін білесіз бе? Бүйрек бұл адам ағзасындағы ең маңызды мүшелердің бірі. Оның негізгі міндеті қанды токсиндерден тазарту. Егер де бүйрек ауыра бастағанын сезетін болсаңыз, тамақтануға көңіл бөлу керектігін ескертеміз. Мысалы, кофе ішуді, тұзды тағамдарды, майлы қуырылған тағамдарды шектеу керек дейді мамандар. Ендеше бүйрекке пайдалы тағамдарды тізіп көрейік. Бірінші, гүлді қырыққабат. Бұл гүлді қырыққабаттың құрамында А, К, В және С дәрумендерінің қайнар көзі. Дәл осы көкөністің бойындағы антиоксиданттар бүйрек жолдарында пайда болатын аурулардың алдын алып, қатерлі ісікті болдырмайды. Себебі гүлді қырыққабат бүйрек тінінің қабынуына қарсы тұра алатын бірден-бір көкөніс. Сонымен қатар гүлді қырыққабаттың құрамындағы жасұнық зат алмасу процесін қалыпқа келтіретінін де айта кетейік. Бұл көкөністі шикілей де, қайнатып та, бұқтырып та жеуге болады. Гүлді қырыққабатты тамақтану рационыңызға үнемі қосатын болсаңыз, бүйрек жұмысы жақсарып,
онкологиялық аурулардың алдын алған болар едіңіз. Келесі өнім қаражидек. Қаражидек көздің көргіштігін жақсартып қана қоймай, бүйректен құм мен майда тастарды айдайтын қасиетке ие. Қант диабетімен ауыратын жандардың бүйрек жұмысы да нашарлайды екен. Міне осындайда ғалымдардың айтуынша, қаражидек құрамындағы антиоксиданттар мұндай әсерді болдырмауға атсалысады. Қаражидекті үнемі жейтін жандардың бүйрегіне тас байланбайды көрінеді. Келесі қызыл жүзім. Жүзімнің бойындағы С дәрумені мен көп мөлшердегі флавоноидтар қабыну процесін төмендетеді. Жүзімнің бұл қасиетін созылмалы пиелонефритпен ауыратын жоғары бағалайды. Өйткені қызыл жүзім бүйрек жұмысына жағымды әсер етеді. Қызыл жүзім бүйрек тіндеріндегі зат алмасу жүйесін жақсартып қана қоймай, гипертоникалық аурулар мен қант диабетіне шалдығудан алдын алады. Аталмыш жемісті балғында жеген пайдалы. Келесі зәйтүн майы. Басқа майларға қарағанда зәйтүн майы бағалы әрі пайдалы заттарға бай. Оның құрамында пайдалы май қышқылдары көп болса, фосфор жоқ деп айтуға болады. Зәйтүн майын бүйрек ауруына шалдыққандарға және семіздікпен ауыратындарға қолдану ұсынылады. Әсіресе иммундық жүйе жұмысы бұзылғанда зәйтүн майын қолдану керек дейді мамандар. Тәтті бұрыш. Басқа көкөністер мен жемістер секілді тәтті болгар бұрышы пайдалы дәрумендер мен калий элементіне бай. Көкөністе С дәрумені өте көп. Ғалымдардың зерттеуіне сүйенер болсақ, тәтті болгар бұрышының пайдасы әлде қашан дәлелденіп қойған. Бүйрек жолындағы қабынбалы аурулардың туындамауына болгар бұрышының бойындағы осы заттар көмектеседі. Иммунитетті көтеріп, қант диабетін алдын алады. Бүйрек жұмысына қандай көкөністердің пайдалы екенін білетіндер болгар бұрышын өз тамақтану рационына қосатыны белгілі. Себебі бұл көкөніс бүйректі түрлі патологиялық аурулардан қорғайды. Келесі өнім ананас жемісі. Бүйрек жұмысы бұзылғанда тропикалық жемістер мен цитрусты жемістерді, әсіресе банан, киви сияқты жемістерді кері әсер етуі мүмкін. Сол себепті де бұл жемістерді жемеген абзал. Ал ананасты инфекциялық қабынбалы аурулары бар анықталған жағдайда ғана рационға қосқан дұрыс. Мүкжидек. Мүкжидектің антисептикалық қасиеті бұрыннан белгілі. Оның құрамындағы пайдалы заттар несеп айдайтын жолдардағы шырышты қабықшаларға, бактериялардың жабысуына, орналасуына жол бермейді. Инфекцияға қарсы тұрып, түрлі аурулардың алдын алуға септігін тигізеді. Сол себепті де болар мүкжидек шырынына неврологиялық аурулармен ауыратын науқастарға ішу ұсынылады. Бүйрегі ауыратындарға не жеуге болмайды, ал қандай тағамды қорықпай жей беруге болады. Бүйрек ауыру мазалағанда ең алдымен тамақтану рационыңызға мән беріңіз. Әсіресе тағам құрамында ақуызды аз болғанын қадағалау керек. Себебі ауру бүйрек ақуызы мол асты ағзадан шығаруға қиналады. Бүйрекке ауырлық түспеу үшін қайнатылған жұмыртқа, бұқтырылған балық пен ет тағамдарын жеуді азайту керек. Ол созылмалы бүйрек жеткіліксіздігіне күніне 20-50 грамм ғана ақуыз қолдануға болады. Бүйрек ауруы қатты мазаламаған жағдайда ақуызға бай тағамдарды әдеттегідей тамақтану рационыңызға қоса аласыз. Сонымен қатар бүйрек жұмысын жақсартқыңыз келсе, аптасына 1-2 жеңілдетілген диета ұстаумен шектелген абзал. Ауру асқынған жағдайда тұзды тағамды жеуге тыйым салынады. Сонымен бірге құрамында тұзы бар тағамдар да тамақтану рационыңызда болмаған жөн. Мысалы, қақталған, консервіленген, маринадталған тағамдар және минералды сулар, наннан да тұзсыз пісірілген түрін сатып алуға тырысыңыз. Ал бүйрек ауруының жеңіл түрінде тағам тұз қосуға рұқсат етіледі. Тыйым салынбаған тағамдар: тәттілер, бал, қант, тосап, жем қолдануға болады. Жармалар мен макарондарды шектеп жеу керек. Майсыз балықтан да азырақ қосуға болады. Көкөністер мен аскөкті тек балғын түрінде пайдалануға рұқсат. Мысалы, қызылша, картоп, қияр, қызанақ, гүлді қырыққабат, сәбіз, салат жапырағы, ақжелкен, аскөк, ірі тартылған ұннан жасалған тұзсыз ақ нан. Сусындар: шәй, сүт қатылған шәй, итмұрын қайнатпасы, қара қарақат шырыны, басқа да көкөністер мен жеміс-жидектердің шырындарын ішуге болады. Алғашқы 2 аптада тауық етін жеу ұсынылмайды. Тек осы уақыт өткеннен кейін аз-аздан қайнатылған түрін тағамға қосуға болады. Күніне 1-2 дана жұмыртқа жеу керек. Сүт және сүт өнімдері де қосылған осы санаттағы тағамдарға кіреді. Тыйым салынған тағамдар: бұршақ тұқымдастар, пияз, сарымсақ, саңырауқұлақ, қымыздық және натрий қосылған минералды су.
Тұзды және тұз қосылған тағамдар, шоколад, қою кофе, какао, консервіленген тіскебасарлар, ет, балық, саңырауқұлақ сорпалары, шұжықтар, балық пен ет консервілері, ірімшіктер, ішімдіктер, қара нан, майлы ет, балық, құс еттері жеуге тыйым салынады. Бүйрек ауруы кезінде жеңілдетілген диетаның қай түрін пайдаланған дұрыс? Жеңілдетілген диета 24 сағат бойы тек бір түрлі азық-түлікті жеу. Ал бүйрек ауруы мазалағанда көбіне мынандай диеталар ұсынылады. Көмірсулы жеңілдетілген диета сұлы жармасынан, жемістерден және жидектерден тұратын диета. Тек шырындарды ішуге болатын диета, әсіресе қияр шырыны. Бұл диеталардың көмегімен қан қысымы төмендеп, бүйректің созылмалы жеткіліксіздігі де төмендейді. Көкөністер, жеміс-жидектерден құралған жеңілдетілген диетаны ұстанғанда күні бойы 1,5 келісін ғана жеу керек. Сондай-ақ бұл жеміс-жидектерді 5 уақытқа бөліп, сол уақыттарда ғана қабылдау керектігін ескертіңіз. Және көкөністерді қайнатып, бұқтырып, тіпті шикілей де жеуге болады. Бүйректі ауыртпай, алдын ала жасаған күтім, яғни ашуланудан аулақ болып, жүйкеңізге салмақ салмай, дұрыс тамақтанып, жылы киініп және жиі серуендеп, көтеріңкі көңіл күйде жүрсеңіз, бүйрегіңіз ғана емес, бүкіл ағзаңыз саулықта болып, ұзақ өмір сүретініңіз айдан анық. Бүгінгі ақпаратым осындай. Ақпаратым пайдалы болып, ұнап жатса лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жазып, каналыма тіркеле кетіңіздер.